повесінде Қасым атамыз балалардың кішкентай кезіндегі, майдан кезіндегі қиыншылық кездерін осы жау томдағы бала повесінде сюжеттеген. Оған мысалы Серіктің оқиғасы, яғни Серіктің оқиғасы және оның мінез құлқы арқылы біз қалған балалардың да майдан кезіндегі мінездерін біле аламыз. Мен Серіктің орнында болсам, яғни анамнан айырылған сәтте өте бір қайғылы, қалай айтсам болады, өте бір өкінішті жағдайда болдым. Жапан далада өзім және де өзімнің жақын адамымнан айырылып қалғаным ол өмірімдегі ең өкінішті, ең қайғылы оқиға болды. Және де Анна Ивановнаның мені өзімен бірге алып кеткен сәтінде әлі де өз-өзіме сене алмадым. Яғни анамнан айырылғаныма әлі сене алмай жүрдім. Көпір алдымыздан фашистер шыққанда Анна Ивановнаның мені өзімнің балам деп айтқаны өзімнің бір жүрегіме бір жылу келгенде болып сезіндім. Яғни өзімнің жақын адамым бар деген ойда болдым. Мен жау тылындағы баланы оқыған кезде ойыма Жусан иісі шығармасы келді. Себебі шығарманың оқиғалары балалардың жетім қалуымен және соғыс жылдарында болған оқиғалар айтылған. Және Аян мен Серіктің тағдырлары ұқсас болды. Серік маған өмірге деген құштарлығымен және ол өзінің әкесінің қайтқанына қарамай да өгей анасымен Анна Ивановнамен өмір сүруді жалғастыра бастады. Қазіргі уақытта мен Серіктің орнында болғанда ол сияқты Анна Ивановна сияқты адамдарды күтпей, өзім әрекет жасап, қауіпсіз жерлерді іздеп, сояққа баратын едім. Бізге автор өмір үшін күресуге, отан аялауға және оны қорғауға